Hey, бәріңізге сәлем достар. Сіздермен бірге мен Еркош кезет. Мен бүгін достар жаңа Майнкрафттағы выживаниемді жалғастыратын боламын. Бұл достар 7-ші бөлім. Егер достар видео күткен болсаңыздар, сразу лайктарыңызды басып каналға тіркеліңіздер. Ал достар, мен видеомды бастаймын. Ал короче достар, мінекей мен дейтін өзім видеомды бастаймын. Және достар, мінекей қараңыздар, қазір сіздерге бірдеңе көрсетемін. Мінекей достар, қараңыздар, мен дейтін видеоның алдында бір емес екі сиыр таптым достар. Алдыңғы бөлімде бір ғана сиыр тапқан болатынмын. Енді бүгін мен дейтін осы видеоның алдында екі сиыр таптым да қорама кіресіп қояйын. Енді менде достар 3 сиыр бар. Енді осы сиырға енді шөп беріп қояйын. Енді осылар көбейсін енді осылай. Так, все достар, мінекей оларға шөпті жегіздім. Енді оларда қазір мінекей бұзау шықты достар. Енді менде 4 сиыр болады. Айтпақшы достар, мен дейтін осы видеоның алдында достар, осы сиырды іздеп жүрген кезде мен дейтін бір қызық көрсетемін, сіздерге бір қызық айтайын достар, қараңыздар. Мен дейтін ана жаққа қарай жүріп жатқан кезде достар, мен дейтін ауыл таптым достар. Жетелдердің ауыл таптым. Мен сол ауылға баратын боламын достар. Әлі ол ауылға барған жоқпын, тек сол ауылды көрдім, тек достар алыс жақтан көрдім. Мен сол ауылдан боламын. Үйінен шыққаннан кейін достар, мен дейтін сразу осылай тікесіне осылай жүре беретін болсам, мен дейтін осы ауылға жетеді екен достар. Үйімнен шыққаннан кейін сразу тіке жүре беретін болсам, мен дейтін сразу ауылдан шығады екен достар. Яғни ауылға жетеді екен достар, дейтін сол жетелердің ауылына баратын боламын достар. Дейтін мына жолмен барамын жетелердің ауылына. Мен дейтін ауыл таптым достар. Короче, осы алдында таптым ауылды, сиырды іздеп жүредім. Короче, сиыр іздеп жүредім, қорама кірісіп қоятын. Сол іздеп жүрген кезде ауыл таптым, жетелердің ауылын. Әлі ол ауылға барған жоқпын достар, жетелердің ауылына. Тек алыстан көрдім, жаңа айтқанымдай, тек енді сол ауылға барам достарым дейтін. Так, ё-моё достар, қайтайда бак болып, мына да дым ештеңе көрінбей жатты достар. Мына да ешқандай заттар көрінбей жатты достар. Қараңыздар достар, әне жетел көріп тұрсыздар ма достар, жетелді. Сол жетелдердің ауылы сол жақта достар. Айтпақшы достар, ол жаққа мына төбемен мініп бару керек достар. Мына жоғары жақпен мініп бару керек, мына төбемен. Так, короче, мына осы төбемен мініп бару керек маған дейтін. Так, осы жоғары қарай мініп бару керек, осы таудың үстімен. Так, осымен үстімен бүйтіп осылай мініп бару керек. Сол кезде мен дейтін жетелердің үйіне жететін болам. Так, енді қазір маған дейтін бүйтіп блокты ойбай қоймай кетті. Так, все, мінекей енді тағы да шығу керек маған дейтін жоғары қарай. Так, өсіп шығу керек. Так, мына сиыр жүр екен, жай ол сиыр керек емес маған. Менде уже сиыр бар енді. Так, мына жоғары қарай шығу керек маған тағы да достар. Так, ой, мына жерде мен дейтін қатып жатыр шамалы. Так, енді осылай блокты қойып жібереміз, осылай мініп кетеміз. Так, мына шетіне бүйтіп блокты сындырамыз. Так, өсіп блокты сындырдық, ой. Так, все, өсіп мініп кетеміз. Так, ой, мына дейтін уже әлі міну керек пе достар, жоғарыға еба. Жоқ, достар, мына мінетін жер бар екен. Все, достар, мінекей мен дейтін жетелердің ауылына келдім, мінекей достар. Оппана, жетелдер, қалайсыңдар достар? Мен дейтін жетелердің ауылын таптым. Еба достар, жетелердің ауылын таптым. Енді жетелердің үйіне кіріп көретін боламын. Кіріп жатырмын мінекей, все. Ішінде не бар екен достар, осы жетелердің ауылының ішінде? Сундуктарын, заттарды ұрлап кету керек. Егер өзім ұрып болса алып кете салу керек. Так, не бар екен? О, достар, картоптар бар екен. Оппана достар, жақсы болды, осы картопты егіп қоятын. Так, алманы алып кете салайын, гүл керек емес маған. О, достар, картоптар бар екен, жақсы болды достар, картоптарды алып кетемін. Так, картоптар маған керек еді. Так, өйстіп жауып қоямыз есігін. Енді так, ар жағында тағы жетелердің үйі бар екен достар. Так, мінекей мына жоғарыда бар екен жетелердің үйі. Енді маған сол жоғарыға қарай шығу керек достар, маған дейтін. Енді ол жоғарыға шығу үшін дейтін, мен дейтін ұзақ. Так, мына достар фермер екен мына жетел дейтін. Бұл қандай заттарға айырбастайды екен? Так, көреміз қазір. Так, қандай заттарға айырбастайды екен мына жетел? Так, көреміз достар, торговля басылады екен, көреміз. Так, бол дейтін біздерде. Так, мынау не? Короче, осындай свеклоға достар бір изумрудқа 6 нан. Короче, сондай бұның өрбен көтеру керек, бірақ бұл менде свекло жоқ. Так, достар, мына төменге түсіп көреміз, енді осы төмендегі жетелдің үйіне кіріп көреміз. Так, бізге хп кетермей түсу керек жерге дейтін. Так, төменге хп кетермей түсу керек. Так, ой, хпымыз кетіп қалды, хп кетті, жай ештеңе кетпейді. Так, осы жетелдің үйінің ішіне кіріп көреміз достар. Бүгінгі бөлімде мен дейтін достар, короче, жетелдің үйін таптым десем де болады. Бүгінгі бөлімде жетелдің үйін таптым дейтін. Негізі мен егер видеоның алдында бүйтіп тексермесем таппас едім осы жетелдің үйін. Так, ой, мына үйде дым жоқ па не? Не сындырып кетті достар, көрдіңіздер ме, сындырып кетті жетелдің үйін. Просто сындырып кеткен біреу дейтін. Кім сындырып кеткен білмеймін, мына жақта су бар екен. Так, енді достар маған дейтін мына шөптерді, сеналарды алып кету керек достар. Осы бір шөптерді алып кете салу керек маған. Так, бұлар дейтін маған керек болады енді.
Бұлардан мен дейтін өзіме пшеницалар жасаймын және нан жасаймын. Керек болады, короче, бұлар дейтін маған. Так, осылардың барлығын алып кету керек маған дейтін. Так, қатып атым де шамалы достар. Менде қатоты енді өсіп қатқандықтан енді менде өсіп енді не істейді шамалы. Қатқан кезде өсіп енді блоктар сәл ұзақтау сындырылады, экран жай қозғалама, қатып қозғалама, сондай короче достар. Енді оған мән бермей қойсаңыздар да болады достар. Енді мен просто ойнап жатырмын енді Майнкрафтты. Енді достар дейтін бүгінгі бөлімде жетелдердің үйін таптым. Енді егер бұлай тексермесем таппас едім жетелдердің үйін дейтін. Так, бүгінгі бөлімнің атын достар, бүгінгі видеоның атын дейтін жетелдердің үйін таптым деп айтпа. Короче достар, ауыл таптым деп қоюыма болады осы видеоның атын мен дейтін. Ауыл таптым деп қоюыма болады. Так, ойбай. Так, наяқта не бар екен? О, сундук бар екен. Так, сундукта не бар екен? О, алмалар, нандар бар екен достар. Еба. Нанның бәрін жинап алу керек бізге. Так, бізге енді гүлдің қажеті жоқ. Бізге гүл қажет емес. Так, осы кеш батпай тұрған кезде жетелердің барлық үйлерін қарап шығу керек бізге. Так, сундуктар болса сундуктардан заттарды алып кете салу керек. Мына жақта ештеңе жоқ екен мына үйде. Так, осы есені жауып кете салайық, әйтпесе зомбилер шабуыл жасайды, әйтпесе бұл үйге дегенде, короче, жетелердің ауылына. Так, енді дейтін маған не істеу керек енді. Так, маған да жетелердің үйі бар ма екен әрі қарай? Так, мына дейтін сұрана жоғары қарай шығу керек. Жоғары жақта жетелдің үйі бар екен тағы. Мен сол жоғары жаққа шығып беремін достар. Достар, мен сол жоғарыға шыққан соң өзімнің видеоны жалғастыратын боламын. Ал короче достар, мінекей мен дейтін жоғары қарай шықтым достар. Жоғарыда дейтін мінекей жетелердің үйі бар екен, еще егіндері бар екен. Еба достар. Так, маған дейтін мына үйлердің бәрін қарап шығу керек. Ішіне сундуктар бар, сундуктардан заттар барлығын алып кету керек маған дейтін. Тайнақта сундук жоқ екен. Енді так мына үйге кіреміз. Мына үйде сундук болу керек. Так, мінекей сундук бар екен. Так, сундукта не бар екен? Так, о, достар, тағы да алмалар бар екен. Еба достар, алманың бәрін жинап алу керек. Бұлар дейтін бізге тамақ болады, алмалар дейтін. Так, нанды да жинап аламыз. Ойбай. Так, нанды жинап аламыз. Так, енді ана картопты да жинап аламыз. Болды достар. Енді так бізге дейтін есігін жауып кете салайық. Так, тағы да жетелердің үйін қарап шығамыз достар, барлық үйлерін. Жетелердің үйінің барлығын қарап шығу керек. Так, ой, қатып қалып менде достар. Так, менде сәл қатып қалып достар, енді ренжімеңіздер. Так, ойым-ай, так. Так, бізге дейтін мына үйлердің бәрін қарап шығу керек достар, біз дейтін атып жатыр. Енді мән бермей қойсаңыздар да болады. Так, ойым-ай, так. Үйлердің бәрін қарап шығу керек маған дейтін достар. Үйлердің бәрін қарау керек. О, сундук бар екен. Так, ой. Так, сундукта не бар екен? Ойым-ай, достар, мынандай кожаный бронелар бар екен. Бұлар маған негізі керек емес. Так, о, достар, маған дейтін мыналарды алып кете салу керек негізінде. Олар маған керек болады достар. Осыларды алып кете салайын. Керек болуы да мүмкін бұлар дейтін маған. Бұл қандай блок екенін білмеймін. Так, аты қандай бұл блоктың? Гладкий камень екен достар. Бұл короче, бұл блоктың аты гладкий камень екен енді. Так, мына жетел дейтін қандай затты айырбастайды екен? Так, не қандай затқа айырбастайды екен? Так, көреміз. Қандай затқа айырбастайды? Оппана, наңғарыңыздар достар. Кожаға мынандай бір изумруд айырбастайды екен. Ё-моё. 6 кожаға бір изумруд. Не деген жаман ол? Так, достар, енді маған дейтін тағы да қарап шығу керек мына үйлердің барлығын. Мен дейтін үйлердің барлығын әлі қарап біткен жоқпын достар. Мықты жетелдің үйі дейтін көп екен достар. Ема. Не деген көп үй мықты дейтін. Так, бұлардың барлығын қарап шығу үшін мен дейтін осы бір видео бойы жүретін сияқтымын достар. Так, ой-ой. Маған дейтін енді тез қарап шығу керек еді, бірақ менде қатты шамалы енді. Так, барлығын қарап шығу керек мына үйдің. Ема, колокольчик бар екен достар мықты. Достар, менің каналыма тіркеліп колокольчикті басып кетіңіздер деп айтайын ба? Айтып қойдым уже. Так, енді так мына жетелдің барлығының үйін қарап шығу керек. Ема, не деген көп үй достар. Мықты жетелдің үйі толып жатыр. Ема-ё. Еще мықты ема достар, мықты сәбіздер өсіп тұр екен. Осы сәбіздердің барлығын алып кету керек бізге достар. Так, осы сәбіздердің барлығын алып кету керек маған дейтін. Так, осының барлығын алып кетеміз. Сәбіздер бізге керек достар. Бұлар дейтін бізге тамақ болады, сәбіздер дейтін. Так, осының барлығын алып кетеміз достар. Жетелдер өзі қайтадан егіп алады. Олар дейтін, оларда фермер жетелдер бар ғой. Фермер жетелдер өздері егіп алады керек болса. Так, ал мен дейтін жақта да сәбіздердің барлығын алып кете салайын өйстіп. Так, ойбай, жақта менде бак достар. Өйстіп ұшып кетіп жатыр менде дейтін. Так, өйстіп ұшып қатып жатайын достар, мендеке осындай бактар болып қалады кейде.
қататын Майнкрафт менде, сол себептен достар менде осындай болып тұрады енді менде қатқаннан кезде. Так, осының барлығын алып кете салу керек. Так, қанша сәбіз бар бізде? Ема, толып кетті бізде сәбіз дейтін. Ойбай, қатып кетті достар, ё-моё. Так, атқа жүрмей қалды. Все. Ё-моё достар, менде өсіп қатады енді, өсіп қататын достар, енді жыным келеді енді осы қататынына ше. Ой, өсіп қатады енді, ё-моё. Өсіп қататын ашуланып достар дейтін кейде. Енді өсіп қатқан кезде енді ашуланбай қайтемін достар енді. Ё-моё, мынадай, ой, айтып қойып жатырмын, ё-моё достар. Так, мына сәбіздердің барлығын алып кету керек маған. Алдым, все, енді достар маған дейтін яқта жителдердің үйін қарап шығу керек. Ема, не деген үй достар, бітпейтін не деген үй, қаншама үй бар өзінің яқта, ё-моё. Так, уже кеш батып келе жатты достар. Так, яқта ештеңе жоқ екен. Так, зомбилер келмей тұрған кезде дейтін маған осы ауылға қона салу керек достар. Мен үйімнің қайда екенін білем. Так, кеш батып жатса достар дейтін осы үйлеріне қона саламын дейтін жителердің. Так, мына сундукта не бар екен? Бізге барлық сундукты қарап шығу керек. Кітап достар, кітап бар екен. Жақсы болды достар, кітаптың бар болғаны. Так, болды, енді маған дейтін тағы да қарап шығу керек. Достар, мына ауылда дейтін үй тіпті көп қой. Достар, не деген көп үй неқта. Көп деген үй бар екен. Үй вообще көп екен. Жителердің үйі. Жителердің бәрін қатылған. Так, неқта сундук жоқ екен. Бізге сундугі бар үй керек. Айтпақшы достар, осы Кузнецкий болатын. Кузнецкий қақта екенін білмеймін, бірақ негізі осы жителердің ауылында Кузнецкий болу керек. Себебі Кузнецкийдің ішіне достар дейтін бір заттар болу керек, бір күшті заттар. Так, ё-моё, үйлердің барлығын мен қатып шыға аламын екен. Яқта әлі үй бар екен достар. Так, мен дейтін бұл үйлерді қараған сияқтымын достар, мен дейтін. Так, енді мен дейтін қай үйді қарасам болады. Так, қай үйді қараған жоқпын мен. Так, достар, маған дейтін мына бір синаларды алып кету керек. Мына синаларды дейді. Осының барын алып кете салайын дейтін. Керек болады енді бағана айтқанымдай, короче. Так, бұл синалар дейтін маған керек. Енді бұлардың барлығына пшеница жасайым. Өзіме нан жасайым достар енді. Бұлар дейтін синалар керек. Еще бұл пшеница арқылы өзімнің малымды көбейте аламын достар. Так, неқта бір ғана қорда қамалып тұр екен. Так, жылқымен бірге қамалып тұр екен. Так, алып кете саламыз енді. Так, алып кетеміз. Бүгінгі күнде дейтін жетелдің үйін тауып, жетелердің ауылына, короче, келіп, осылай заттарын алып кеттім достар енді. Так, ойбай, таң атып кеттім, не өкет достар. Так, достар, қараңғы атып кетті, таң атып кеттім, не өкетті бір. Айтып бірден өкетті, короче. Так, мына үйдің барлығын қарап шыққан сияқтымын деп ойлаймын достар, мен дейтін. Енді достар, маған дейтін, қай үйді қараған жоқпын мен дейтін. Так, достар, енді қай үйді қараған жоқпын. Ё-моё достар, неқта дейтін үйлер просто бітпей жатыр. Әйтпесе барлығын қарап шығатын едім, просто менде қатып отыр. Оппа достар, неқта дейтін тағы да бар екен, неқта. Тағы да егістіктер бар екен достар, неқта егіндер. Осы егіндерді алып кете салу керек, картоптар бар екен. Ё-моё. Жителдер өздері еге салады, оларда фермерлер бар ғой енді. Өздері еге салады, олар қиын емес қой оларға жителдерге егу. Ал мен яқта дейтін өсімдіктерді, яғни осы егістердің барын алып кетейін. Ауылда просто тонап кете салайын да енді. Жителдер өздері керек болса еге салады. Олар да бар. Так, енді осының барын алып кете саламыз. Так, ой, ема, менде сәл қатып атты енді. Өсіп қататын жаман менде енді өстіп. Ай-ой-ой. Өсіп қататын жаман достар енді менде. Бір жаман достар, мына ауылда голем жоқ екен. Голем болғанда мына ауылды зомбилерден қорғайтын. Хотя бы бір голем болсын ауылды қорғай алады негізі. Так, енді так, все достар, мінеки болды. Так, мен дейтін мына үйлердің барлығын қарап шықтым деп ойлаймын достар. Әлде қарамадым ба? Походу қараман сияқтым достар, дейтін мына үйдің ішін. Так, қарып кеткен екем достар, үйлердің ішін қарып кеткен екем. Так, достар, мен дейтін осы бір үйлерге қона салу керек. Мен дейтін қазір ертеңгі күнге достар енді осылай ұйықтай саламын. Так, түн болсын дейді достар. Спать можно только ночью дейді енді. Түн батқан соң өзім видеомды жалғастырамын. Так, короче, достарым дейтін енді ұйықтап алдым мінеки, енді ұйықтағанымды сіздер көре алмай қалдыңыздар, менде уже таң атып кетті достар енді. Жаңа пауза қойған кезде ұйықтап алдым дейтін уже. Енді достарым мен дейтін енді өзімнің салған үйім қайта беретін сияқтымын достар енді. Мен дейтін мына ауылдың барлығын қарап шықтым деп ойлаймын достар. Так, достар, айтпақшы, жаңа мен дейтін пауза қойған кезде неқта бір үйді көрдім енді.
Осы үйге барып көрейін достар. Осы үйге мен кірдім ба кірмедім ба ұмытып қалдым достар. Енді осы үйге кірдім ба кірмедім ба әйтеуір. Кіріп шығу керек енді. Осы үйде бірдеңе бар ма екен әлде жоқ па екен. Осы үйге кірдім бе екен мен дейтін қарай жіберейін кіріп қазір. Ішінде не бар екен кірдім бе екен осы үйге достар мен дейтін. Ұмытып қалып жатыр. Ойбай, зомбилердің даусы шығады достар. Мында екеуі дейтін кіреген сияқтымын достар. Ішінде ештеңе жоқ. Жарайды достар, онда мен дейтін өзімнің үйіме қайта беретін сияқтымын. Енді не істесем бар. Енді келген жолмен қайту керек сияқты достар маған дейтін. Енді мен дейтін өзімнің үйіме қайтатын сияқтымын. Әлде осы видеоны аяқтаған соң барып қайтайын ба үйіме. Жарайды достар, онда осы видеоны аяқтаған соң барып үйіме қайтатын сияқтымын енді. Мен дейтін енді бүгінгі күнде осылай ауыл таптым. Және ауылды достар, ауылды тонап кеттім деп ойлаймын. Себебі барлық егістерді алып кеттім достар. Енді келесі бөлімде достар мен дейтін енді тағы бірдеңе істейтін боламын енді. Енді бүгінше мен дейтін осындай ауылды таптым енді. Және ауылда егістіктерін алып кеттім достар. Және сундығымдағы заттарды алып кеттім деп ойлаймын енді. Енді осымен видеомды аяқтаймын. Енді осымен видеомды аяқтауыма болады достар. Үш рет жақтым достар. Не айтып кеттім. Енді жарайды достар, енді видеомды аяқтайын. Достар, енді мен осымен видеомды аяқтайын. Себебі мен дейтін бүгінгі бөлімде достар осындай ауыл тапқан болатынмын. Және осындай ауыл таптым. Және мен дейтін ауылдағы барлық егістіктерімін заттарын, сундығында заттарын барлығын алып кеттім. Енді достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаған болса лайктарыңызды басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сіздермен болған Еркош КЗ. Келесі кездескенше сау болыңыздар.